Баршаңызға сәлем достар, сіздермен Бибі Айша. Бүгін сіздерге өте дәмді, жұмсақ болып шығатын асқабақ қосылған кекс рецебін ұсынамын. Видеоны көрмес бұрын каналыма тіркелуді ұмытпаңыз. Бір жасағаннан жұмсақ, өте дәмді болып шығады. Сіздерге де жасап көруге кеңес беремін. Ең алдымен жұмыртқамызға қантымызды қосып, венчиктің көмегімен жақсылап араластырып аламыз. Қантымыздың барлығы езілгенше араластырамыз. Осылай аппақ болып шығады. Жақсылап араластырып болған соң, үстінен сұйық майымызды құйып, онан соң айранымызды құямыз. Осылай араластырмай бір шетке қойып қоямыз. Оның үстіне асқабағымызды үккіштен өткізіп аламыз. Барлығын үккіштен өткізіп алған соң, үстінен саламыз. Достар, видеом ұнаса, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Каналыма тіркеліп, қоңырауша басып қойыңыздар. Келесі видеоларымды ең бірінші болып көру үшін. Осылай барлығын үккіштен өткізіп алдық. Енді оны жаңағы тестамыздың үстінен саламыз. Салып алған соң, асқабағымызды барлығын жақсылап араластырып аламыз. Міне осылай дайын болды. Енді оның үстінен ұнымызды 2-ге 3-ге бөліп алсақ болады. Мен 2-ге бөліп салдым. Үстінен 1 чайна ложка қопсытқыш салып, жақсылап араластырып алдым. Жаймен араластырамыз, қатты араластырудың қажеті жоқ. Осылай ұнымызды 2 бөліп салып, жақсылап араластырып аламыз. Міне біздің осылай тестамыз дайын болды. Қатты сұйық болу да қажет емес, қатты қою болу да қажет емес. Міне біздің осылай тестамыз дайын. Енді оны қалыптарымызға сұйық май жағып аламыз. Кекс құятын қалыбымызға барлығын құйып аламыз. Менде 12 штук болды. 12 штуктың барлығына құйып, табамызға салып, пешімізге 180 градуста 30 минутқа қойып пісіріп алдым. Достар, мен қалыпқа 2 қасық, дәу қасықпен 2 қасық құйдым. Ал біздің осымен кексіміз дайын болды. Жұмсақ, сап-сары, әп-әдемі болып шықты. Оларды қалыбынан аламыз. Міне осылай әп-әдемі болып шықты.
Ал біздің осылай кекстарымыз дайын болды. Қандай әп-әдемі болып шықты. Енді оны көреміз қазір. Ортасын вилкамен кесіп. Міне достар, күшті болып шығады. Сіздер де жасап көріңіздер. Дәмі де керемет болып шықты. Балаларға өте қатты ұнады. Мен үйде балаларға үнемі осылай жасап беремін. Келесі кекстарымызды қалдымызға құямыз. Менің жасаған тестамнан 24 штук кекс шықты. Достар, сіздер де жасап көріңіздер, өте дәмді болып шығады. Комментарияға қалай шықты жазып кетсеңіздер болады. Келесі видеоларымда кездескенше сау болыңыздар. Сіздермен болған Бибі Айша. Қоңыраушаны міндетті түрде басып қойыңыздар. Келесі видеоларымды жіберіп алмас үшін. Ас болсын. Видеоны соңына дейін көргендеріңіз үшін рахмет.